бес уақыт намаз бұл мұсылман адамның ең бірінші міндеті болып табылады. Яғни мен мұсылман болдым, менде не істеймін деген кезде оған бірінші қойылатын міндет ол бес уақыт намаз оқы. Бағанағы духа намаз, түнгі намаз, анау мынау болмаса барып садақа бер емес, ең бірінші міндеті оның бес уақыт намаз оқы. Парыз дейсіз ғой. Иә, бес уақыт намазы. Бағана Қарекең айтып кеткендей, басқа құлшылықтар белгілі бір жағдайларда адамнан талап етілмейді, ал бірақ намаз әрбір адамнан талап етіледі. Тіпті Құранда Алла тағала не деді? فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى намаздарыңа бекем болыңдар деді. Әсіресе ортаңғы намазға деді. Бұл екінті намазы деп ғұламалар айтады. Сондай бір жұмыс қызып тұратын уақыт қой. Сол кезде жұмысын тастап, ол намазға да бекем бол деп жатыр. Және فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا егер бір соғыс жағдайында болып, артынан жау қуып келе жатса, ондай кезде не дейді? Жүріп бара жатып оқы, немесе көлікте отырып та оқы деді. Яғни қандай жағдайда болса да сен бес уақыт намазды оқуың қажет. Ертең қияметте бірінші сұралатын нәрсе бұл намаз. Намаздан жауабың дұрыс болмаса, ар жағы одан ауыр болады дейді. Демек, басқа құлшылықтарымыздың қабыл болуының өзі де бұл намазға тікелей байланысты болып тұр. Сол үшін де намазға адам ешқашан немқұрайлық танытпауы керек. Құранда Алла тағала وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا кім мені зікірімнен бас тартса, ол қор болған халде өмір сүреді дейді. Ал зікірдің үлкені бұл намаз. Өйткені Алла тағала وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي мені зікір ету үшін намаз оқы деді. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, зікірдің үлкені бұл намаз дейді. Ал енді адам намаздан бас тартатын болса, онда ол қор болған халде өмір сүреді дейді. Және وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى қиямет күні біз оны соқыр халінде тірілтеміз дейді. Соқыр болып, былайша айтқанда көзсіз тіріледі. Демек, бұл намаздың сауабы деген, намаздың жауапкершілігі деген өте ауыр дүние. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті егер адамдар намаздың, әсіресе мешіттегі намаздың сауабын білгенде, еңбектеп болса да келер еді деген. Ол денсаулығы бар адам былай тұрсын, Пайғамбарымыз саллаллаху көз көрмейтін адам келіп, я Расулалла, менің көзім көрмейді, мешітке келмей қойса бола ма деген кезде, азанды естисің бе деді, я естимін деген кезде, ондай болса кел деді. Яғни көзі көрмейтін адамның өзіне Пайғамбарымыз саллаллаху жамаатқа қатыспауға рұқсат берген жоқ. Ал енді көзі көрмейтін адам, көзі көретін адам, дені сау адам жамағатқа қатыспауға рұқсат болмай тұрса, онда намаздың өзін оқымауға оған қандай рұқсат бар? Ешкімге ешқандай үзір жоқ, рұқсат жоқ. Менің қолым тимейді, жұмысым көп, бала шағам бағам деп бағана шапқылап жүрмін. Алла тағала саған сол бала шағаны асырауға, бала шағаң үшін шапқылауға денсаулық беріп жатқан жоқ па? Саған сол жұмысты берген жоқ па? Егер Алла тағала қаласа, егер адам сондай сөздерді айту арқылы Құдайдың ашуына ұшырап, Алла тағала айтуы мүмкін оған. Егер бала шағаң, жұмысың менің құлшылығыма саған кедергі жасап жатқан болса, мен берген бала шаға, мен берген жұмыс саған кедергі жасап жатқан болса, онда алып қояйын сенен деп, одан денсаулығын алып қойса, одан бала шағасын алып қойса. Сал шапқылап жұмыс істеп жүр, көріп жүрміз ғой өмірде. Шапқылап жүреді, жұмысында бір нәрсе басына түсіп кетеді, немесе құлап қалады да, одан кейін төсек тартып өмір бойы жатып қалады, тұра алмай. Алып қойды денсаулығын. Иә, Алла тағала денсаулығын алып қойды. Ал енді 24 сағат қолы бос. Сол үшін де адам қолы тимеген үшін, уақытының болмаған үшін Құдайға құлшылығын жасау керек та. Құдайға шүкір, Алла тағала саған өзіңе шүкір, маған жұмыс бердің, маған бала шаға бердің, осында шапқылауға денсаулық бердің,
деп сол үшін адам құлшылығын жасау керек. Яғни бұл намаз деген сол денсаулықтың, бала шағаның, жұмыстың бәрінің бірінші шүкіршілігі. Адам Құдайға осылай шүкіршілігін білдіреді. Шүкір ететін болса, Алла тағала, шүкіршіл құл болатын болса, шүкіршілік ететін болса, Алла тағала оған тағы да арттырып береді. Егер керісінше болатын болса, Алла тағала «Уала ин кафартум инна азаби лашадид», егер шүкіршілік етпесеңдер, қарсы келсеңдер, онда менің азабым ауыр дейді. Алла тағала әлгі нығметтерді одан алып қоюы мүмкін. Сол үшін де яғни намаз оқымаған адамның бұл дүниеде өмірінен береке кетеді. Және ертең қияметте оның азабы өте ауыр. Сол үшін де намазға ешқашан немқұрайлық танытуға болмайды.